Баршаңызға сәлем, бұл қазақша медицина арнасы. Бүгін біз сіздермен ішек құрттары жайлы айтатын боламыз. Ішек құрттары гельминттер немесе глисттер, басқа ағза арқылы өмір сүретін паразиттер, яғни сол ағзаға еніп, сол ағза арқылы қоректенеді. Кез келген адам паразитті жұқтыруы мүмкін. Олардың жұмыртқалары, яғни кез келген жерде болады. Негізгі қауіп-қатер тобы балалар өте жиі ауырады. Құрт ағзаға енгеннен кейін олар өздерінің ферменттерін бөліп анестезиялық әсер береді. Сондықтан біз құртты сезбейміз. Олар яғни жасырын түрде көбейіп, жасырын түрде қоректеніп өмір сүріп отырады. Олар ішектің шырышты қабатына еніп, ішектің жұмысын бұзып, құнарлы заттардың сіңуін блоктайды, және де ағзадағы макро, микроэлемент, витаминдер арқылы өздері қоректеніп өмір сүріп отырады. Негізі жұғу жолы жуылмаған жеміс-жидектерді жеу, құмда, топырақта ойнау кезінде гигиенаны дұрыс сақтамау, яғни ойнап келгенде, сырттан келгенде қолды жумау немесе дұрыс жумау, таза емес шала піскен ет, балық, әсіресе шикі балық пен сушиді жеген кезде фастфуд, консерванттар, үй жануарларымен байланысу, көмірсу тәттіні көп қолдану, майлы тағамды көп қолдану, бұл асқазан қышқылдығын төмендетіп, гельминтті құрттарды залалсыздандыру қабілетін бұзады. Сондықтан дұрыс тамақтануды үйрену керек. Адамнан адамға жұғу бұл антропоноз түрлері, олар көбінесе, яғни острицалар адамнан адамға жұғады. Негізгі құрттардың түрлері дөңгелек құрттар және жалпақ құрттар болып бөлінеді. Дөңгелек құрттар аскарида, острицалар, токсокара, анкилостома тағы басқа. Жалпақ құрттарға цирцефені, яғни сиырдың шикі ет арқылы жұғады. Таспа құрттар шикі балықтан жұғады. ергежейлі құрт ит пен мысықтың бүргелері арқылы жұғады. Эхинокок иттерден жұғады. Трематодтар ірі қара малдар арқылы жұғады. Ең жиі кездесетін құрттар әсіресе балалар арасында энтеробиоз немесе острицалар, ұзындығы 2-5 мм арасында, көбінесе аш ішектің соңымен тоқ ішектің шырышты қабатына жабысып паразиттік өмірін сүреді. Садикте, мектепте балалар жұқтырып жатады. Острицалар адамнан адамға жұғады. Сондықтан үйде бір кісіде анықталатын болса, үйдегі барлық адамдар тексерістен өтуі керек. Балада белгілер, яғни тітіркенгіш, мазасыз, жиі бас ауыру, тәбетінің төмендеуі, іште кіндік аймағында ауырсыну, ұйқысының бұзылуы. Ең басты белгісі баланың артқы өтісінің қышуы, яғни жиі қасуы. Бұл көбінесе кешкі уақытта, түнде острицалар анустан шығып жұмыртқа салады. Сол кезде жыбырлау болып қышып баланы мазасыздандырады. Жұмыртқа салғаннан кейін қайта кіреді. Осы кезде баланың аналары майда құрттарды көп жағдайда байқап жатады. Жалпы барлық паразиттер түнгі уақытта белсенді болады. Түнде өздерінің жұмыртқаларын салып көбейеді. Острицаларға уақытылы ем жүргізбесе, әсіресе қыз балада цистит, бульвовагинит, аппендицитке әкелуі мүмкін. Келесі жиі кездесетін бұл аскаридоз. Оның ұзындығы 25-40 см, көбінесе аш ішекте орналасып, ішектің күре тамырынан қанға өтеді. Тіршілік ету кезінде тыныс алу жолдарына, жүрекке, миға, бауырға өтіп өмір сүреді. Белгілері ұйқының бұзылуы, мазасыздық, аллергиялық белгі, теріде бөртпелердің пайда болуы, қышудың болуы, теріге дақтардың шығуы мүмкін, ақ, қара дақтар, тершеңдік тәбетінің артуы немесе керісінше төмендеуі, әсіресе түнгі уақытта, яғни тәбетінің артуы, шаш түсу, тырнақ сыну, жөтелдің, яғни құрғақ жөтелдің болуы, іштің ауырсынуы, жүрек айнуы, диарея және іш қатудың болуы, витаминдер, лактозаның жетіспеушілігі, салмақ жоғалту, анемия, әсіресе бониквититті анемия жиі болады. Себебі бір аскарида ағзада тәулігіне 25 мл қан ішіп отырады. Магнийдің, В тобының, кальцийдің жетіспеушілігі балада, яғни тіс қайрауы кездесуі мүмкін. Құрттар өкпеге түссе 6 айдан ұзақ, яғни құрғақ жөтел байқалады. Шаршау, әлсіздік, нәжісте қанның болуы. Жалпы кейбір құрттар ішек қабырғаларын өте терең тесіп жеп тастайды, созылмалы қансырау пайда болып анемияны дамытады. Егерде осы аскариданы емдемесе, панкреатит, бауыр өт жолдарының бұзылыстары, ішекте, яғни ағзада қан кету, энцефалопатия дамуы мүмкін. Негізі ең қауіпті құрт олар эхинококтар болып табылады. Диагностикасына келетін болсақ, диагностиканың алтын стандарты гельминт жұмыртқаларына нәжісті тапсыру. Нәжісті міндетті түрде 3 мәрте тапсыру қажет. Себебі құрт жұмыртқалары нәжістің бір бөлігінде болып, екінші жерінде, яғни болмауы мүмкін. Қорытындысы нақты шығу үшін 3 рет тапсыру қажет. Одан кейін иммунологиялық әдіс ИФА, яғни қан сарысуындағы антиденелерді анықтау. Бұл токсокороз, эхинококоз, трихонеллез кезінде
тиімді болып келеді. Ағзада құрт бар жоқтығын анықтау үшін глиц жұмыртқаларына нәресте тапсырмай тұрып қандағы антиденелердің табылуы жеткіліксіз. Егер ағзада құрттар саны аз болса, олар жасырын түрде өтіп, адам өздігінен жазылып кетеді. Мысалы, аскарида адам ішектерінде 1 жылдай өмір сүреді, ал егер оның саны аз болатын болса, оның симптомдары білінбейді. Содан кейін 1 жылдан кейін олар кетіп қалады. Ал антиденелер ұзақ уақыт бойы қанда сақталады. Яғни сіздің ағзаңызда бұрын аскарида болып кетіп қалса да, қанда сақталып, яғни ифада антиденелері бар деп шығады. Емді паразитолог, инфекционист, гельминтолог, аллерголог мамандары жүргізеді. Назар салу керек, үйде дайындалатын, жалпы осы халық емі бойынша дайындалатын шөп дәрілерді беру, климамен тазарту, осы әртүрлі фирмалардың дәрілерін қолдану, яғни бұлай жасауға болмайды. Олар жаңағы құрттардың әсер етуін басқанмен құрттарды толық жоюға олардың шамасы жетпейді. Сіз оны одан әрі асқындырып аласыз. Паразитті емдеу арнайы дәрігердің бақылауымен жүреді. Яғни паразитке қарсы дәріні сатып алып, өздігінен ем жүргізуге мүлде болмайды. Олар паразитті өлтіретін болғандықтан өте улы әсер етеді, бауырға зиянды әсерін береді. Паразитке қарсы терапия, яғни 3 кезеңнен тұрады. Паразитке қарсы дәріні бермес бұрын ағзаны дайындап алуымыз қажет. Сол үшін гепатопротекторлар, өт айдағыштар, энтеросорбенттер берілуі тиіс. Бұл дәрілерді дәрігер денсаулық жағдайына, салмағына, жасын ескеріп өзі тағайындауы тиіс. Сондықтан өздігінен емделмей дәрігерге қаралып тиісті емін алу керек. Сондай-ақ паразитті аурулар осы құрттардың кезінде ұн, сүт, қант өнімдерін мүлде алып тастау қажет. Яғни лимон, имбир шайларын ішу өте пайдалы болып келеді. Сондай-ақ алу үшін тазалықты сақтау, қолды үнемі сабындап жуу, антисептиктермен өңдеу, жеміс-жидек, көкөністі жақсылап жуу, іш киім, төсек орындарын үнемі ауыстыру, ет, балық тағамдарын толық пісіру қажет. Қайнаған су немесе фильтрден өткізіп су ішу керек. Құмда, лас жерлерде ойнаудан аулақ болу. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Арнама қолдау көрсетіп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ауырмай аман жүріңіздер.